Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді қыстың күні нанға жағып жейтін баклажан салатының рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, және де менің YouTube арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеп қоюды ұмытпаңыздар. Достар, біздің салатқа қажетті заттар: қызанақ, қызанақтың қып-қызыл етті түрін таңдап алыңыздар, баклажан, тәтті бұрыш, сәбіз, пияз және де сарымсақ қажет. Барлығын қабығынан ашып, осылай жуып тазалап дайындап аламыз. Қызанақты да алдын ала мясорубкадан өткізіп алдым. Енді достар, баклажанды дәл осылай видеодағыдай 4 бұрыш етіп турап аламыз, қатты үлкен болып кетпесін. Мінекей, турап алғаннан кейін ыдысымызға толтырып салқын су құйып, осы баклажанымызды тұзды суға саламыз. Бір ас қасық тұз салсаңыздар жеткілікті. Сонда баклажанның құрамындағы ащы дәмді тұзды су тартып алатын болады. Енді сәбізімізді теркадан өткіземіз. Дәл осы теркадан өткізген күйінде қалдырсаңыздар болады, немесе мен секілді осылай 3-4 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады. Енді сарымсақ менде бір бас сарымсақ кетті. Дәл осылай жұп-жұқа етіп 2 бөлікке бөліп турап дайындап аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды тураймыз. Қып-қызыл түрінен таңдаңыздар, оны да 4 бұрыш етіп турап шығамыз. Ендігі кезек пиязымызды да дәл видеодағыдай 4 бұрыш етіп барлығын турап дайындап аламыз. Төменге видеоның астына описанияға қанша мөлшерде барлығын керектігін барлығын жазып қалдыратын боламын. Ал енді мінекей баклажанымыз дайын болды. Турап болғанша қалдырсаңыздар болады тұзды суда. Мінекей көріп отқандарыңыздай су қап-қара болып кетті. Енді достар, қазанымызды қыздырып алып, үстіне май құямыз. Төменге описанияға қанша мөлшерде құйғанын барлығын жазып қалдырамын. Майымыз қызғаннан кейін пиязымызды қуырамыз. 5 минут пиязымыз қызарып қуырғанша қуырасыздар. Одан кейін үстіне сәбіз қосамыз. Сәбізіміз де қуырылғанша майға қуырасыздар. Одан соң үстіне баклажанымызды қосамыз. Баклажанды 10-15 минуттай қуырсаңыздар болады. Жақсылап қуырамыз, бетін жауып қуырсаңыздар да болады. Мінекей достар, қуырылып болғаннан кейін тәтті бұрышымызды қосып 5 минуттай қуырып аламыз да, үстінен қызанағымызды қосып қуыратын боламыз. Қызанақты 2,5-3 кг қоса берсеңіздер болады. Міне, енді осының қайнағаннан кейін үстіне тұз бен қантымызды қосамыз. Одан соң үстіне сарымсақ қосамыз. 5 минут қайнағаннан кейін үстіне ас көктеріңізді, петрушка, кинза қоссаңыздар болады. Мен кинза мен укроп қана қостым. Мінекей, банкілеріңізді міндетті түрде стерилдеп алыңыздар, және де жарты сағат, 1 сағаттай асын жай қойып қайнатамыз. Банкілерімізге осылай құйып жауып қоямыз. Осындай аз көлемді банкеге, яғни 1 литрлік банкеге жапсаңыздар өте ыңғайлы болады. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, достар. Видеоны достарыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.